Саламатсыздар ма? Бүгінгі 8-ші дәрісіміздің тақырыбы өндірістік жарақат, жеке және ұжымдық қорғау құралдары. Өндірістік жарақаттар еңбек процесінде қызметкерлерге тән қауіпті жағдайлар мен жарақат алу нәтижесінде пайда болатын физикалық зақымдар болып табылады. Бұлар еңбек қауіпсіздігінің басты мәселелерінің бірі және де еңбек қорғанысы жүйесінде ерекше назар аударуды талап етеді. Өндірістік жарақаттардың алдын алу үшін кәсіпорындарда қауіп-қатерді азайтуға бағытталған жеке және ұжымдық қорғау құралдары пайдаланылады. Бұл құралдар қызметкерлердің денсаулығын және де жұмыс жағдайларын қауіпсіз ету үшін маңызды рөл атқарады. Өндірістік жарақат дегеніміз не? Өндірістік жарақат еңбек қызметі барысында немесе оған тікелей байланысты жағдайларда кенеттен болған оқиға нәтижесінде қызметкердің денсаулығына зиян келтіру. Өндірістік жарақаттың негізгі түрлері бұлар жеңіл жарақаттар, заттар, шағын кесілген жерлер, күйіктер және орташа ауыр жарақаттар, бұл сүйектің сынуы, терең жарақаттар. Ауыр жарақаттар, көп сүйектің сынуы, ауыр күйіктер, бас миының жарақаттары. Өлімге алып келетін жарақаттар, бұлардың басты пайда болу себептері еңбек қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы, жабдықтардың ақаулығы, қауіпсіздік техникасының сақталмауы, жеке қорғау құралдарының болмауы немесе дұрыс қолданылмауы және қауіпті өндірістік факторлар болып табылады. Өндірістік жарақаттардың алдын алу шаралары. Ең бірінші бізде бұл ұйымдастырушылық шаралар, қызметкерлерді оқыту, нұсқаулықтар жүргізу, еңбекті қорғау талаптарын қадағалау, қауіпсіздік талаптарына сай нормативтік құжаттарды орындау. Келесі бізде техникалық шаралар, бұл қауіпсіз жабдықтарды пайдалану, жабдықтарды техникалық қызмет көрсету, қауіпсіздік белгілері мен қоршауларды орнату. Ал келесі үшіншісі бізде қорғау құралдарын пайдалану, жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын енгізу болып. Қорғау құралдары жеке және ұжымдық болып екіге бөлінеді. Жеке қорғау құралдары біздер болған бас қорғау, яғни каска мен шлемдерді жатқызамыз, көзді қорғау, көзілдірік, бетперде, естуді қорғау, құлақ қаптар мен тығындар, тыныс алу жолдарын қорғау, респираторлар мен маскалар, қолғаптар, арнайы аяқ киім, түсуге қарсы белдік арқандар. Ұжымдық жеке қорғаныс құралдары бұл вентиляция жүйелері, шуды төмендету құралдары, қауіпсіздік қоршаулары, автоматты тоқтату жүйелері, жарықтандыру және де химиялық бейтараптандыру құрылғылары. Осы жеке қорғаныс құралдарын дұрыс пайдалану үшін олардың құралдардың жарамдылығын тексеруіміз керек, қызметкерге сай құрал таңдау керек, дұрыс киіну және пайдалану, құралдарды дұрыс сақтау және де техникалық қызмет көрсету және қызметкерлерді арнайы оқытулардан өткізу керек. Өндірістік жарақаттар бойынша оқиғаларды тергеу тәртібі. Жазатайым оқиға орын алған кезде әрекет ету алгоритмі. Бірінші комиссия құру және тергеу, екінші тексеру актілерін толтыру, үшінші профилактикалық шараларды енгізу. Өндірістік жарақаттардың статистикасы және маңызына тоқтала кетсек, өндірістік жарақаттардың жыл сайынғы деректері, жарақаттар жиі кездесетін салалар және статистика кезінде қауіпсіздік шараларын жетілдірудің маңызы сияқты жатады. Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға бағытталған негізгі технологияларға тоқтала кетсек, бұл автоматтандыру және роботтандыру, интернет заттары мен датчиктер, биоқауіпсіздік технологиясы, виртуалды шындық тренажерлері және қауіпсіздік техникасын бұзудың негізгі салдарлары бұл жарақат алу немесе өлім, өндірістің тоқтауы, қаржылық шығындар, заң алдындағы жауапкершілік, компания беделінің төмендеуі және ұжымдағы моральдық күйзелістер жатқызады. Қызметкерлердің рөлі бұл қауіпсіздік талаптарын сақтау, қорғаныс құралдарын пайдалану, қауіпті жағдайларды хабарлау, қауіпсіздік бойынша білімдерін жетілдіру. Қорғаныс құралдарын таңдау критерийлері бұл жұмыстың ерекшелігі, құралдың функциялары мен тиімділігі, қолдау жеңілдігі, сертификатталған және де нормативтік талаптарға сай болуы. Қорғаныс құралдарын енгізудің экономикалық тиімділігі бұл жарақаттанудың азаюы және де еңбек өнімділігінің өсуі, медициналық шығындардың төмендеуі, жұмыс тоқтауларының азаюы, қауіпсіздік мәдениетінің өсуі болып табылады. Қорытындылай келе, өндірістік жарақаттардың алдын алу бұл еңбек қауіпсіздігі жүйесінің маңызды бір бөлігі. Жеке және ұжымдық қорғау құралдары қызметкерлердің денсаулығын сақтап, өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік техникасын сақтау, қауіп-қатерлерді азайту, қызметкерлерді оқыту және де технологияларды енгізу жарақаттарды төмендетуге септігін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.